Диагностика тест тапсырмасы бойынша ең бірінші керек пәнді, топты таңдаймыз. Тест тапсырма қай күнге қойылғандығын және де дедлайн тапсырма аяқталу уақытын белгілей фильтрді басамыз. Бұл жерде қай оқушының тест тапсырмасын орындамаған туралы отчетты ала аламыз. Тест тапсыру бойынша оқушылардың списогын бізге дәл осылай шығарып береді. Жасыл түс барлық оқушының тест тапсырмасын орындағанын білдіреді. Яғни активность бізде 100%. 12-де 12 оқушы тест тапсырмасын орындаған. ДЗ бөлімінде тікелей эфирден кейінгі тест тапсырмасын, платформа тест тапсырмасының конспектінің отчеттарын аламыз. Ең алдымен негізгі пәнді белгілейміз, потокты таңдаймыз. Және де бізге тікелей эфирден кейінгі тест тапсырмасы керек. Тапсырманың салынған уақыты, тапсырманың аяқталу уақытын белгілеп, фильтр басамыз. Оқушылардың толық тізімін, кім тест тапсырма орындағанын да осы жерден тізімін көре аламыз. Келесі платформа тест тапсырмасында дәл осылай тексере аламыз. Тікелей эфир бойынша отчетты Zoom бөлімшесінен аламыз. Берілген пәнді, негізгі потокты, сабақ болған күн аралығын белгілейміз және де 30 минутты белгілеу арқылы фильтр қоямыз. Себебі оқушы 30 минуттан аса уақыт отырған жағдайда ғана бізге отчет алынады. Топтың толық тізімі бұл жерде оқушылар және де неше уақыт аралығында эфирде отырғандығы көрсетіледі. Жасыл белгіде сабаққа толық қатысқан оқушылар, қызыл белгіде сабаққа қатыспаған оқушылар.